Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ұқсас көпбұрыштар. Енді сендерге бүгін есептердің шығару жолдарын көрсетемін. Оқулықтағы 192-ші есептің А және Ә есептері берілген. Осы жерден біз А есебін шығарайық. Бізге айтады: ұқсас екі көпбұрыштың ең қысқа қабырғалары 35 см және 21 см дейді. Ал олардың периметрлерінің айырымы 40 см. Осы көпбұрыштардың әрқайсысының периметрін табыңдар дейді. Енді бізге ұқсас көпбұрыштар дегеніміз, оны өздерің білесіңдер. Бізде А1 және А2 берілген. Бұл жерде бізде ең қысқа қабырғалары берілген А1 және А2. Және периметрлерінің айырымы 40 см-ге тең дейді. P1 алынған P2 яғни. Енді біз табуымыз керек P1 мен P2-ні табуымыз керек. Енді біз F1 жуық F2 екенін болғандықтан сендер білесіңдер. Жазып қойайын. F1 F2 болғандықтан бізге тең болады A1 бөлінген A2-ге. A1 бөлінген A2 дегеніміз бізде бұл жерде К-ға тең болады. К дегеніміз бұл жерде бізде коэффициент. Бұл жерде енді К-ны табатын болсақ, К тең бізде A1 мен A2 берілген. Біз тек формулаға орнына қоя салсақ болады. A1 бізде 35, A2-міз 21-ге, екеуі 7-ге қысқарады. Сонда бізде 35-ді 7-ге қысқартсақ, бізде 5, 21-ді 7-ге бөлсек, бізде 3 шығады. Сонда бізде К-мыз 5 бөлінген 3-ке тең екен. Енді екінші, бізде P1 бөлінген P2 тең болады К-ға. Енді бізде бұл жерде К дегеніміз 5-тен 3-ке тең. Яғни P1 бөлінген P2 тең болады 5 бөлінген 3-ке. Енді келесі, үшінші алайық. 3 деп алайық. Бұл жерде P1 азайтылған P2 тең болады 40 см-ге. Бұл бізде белгілі. Енді осы жерден біз P2-ні тауып алайық бірінші. P2-міз бөлінген P1 минус 40-қа. Енді біз P1-ді X деп аламыз. Яғни бізде P1 белгісіз бұл жерде. X болсын. Сонда бізде P2-міз тең болады. P1-ді біз X деп алдық. Сонда бізде X минус 40 см. Енді бізде бұл белгілі. P1-ді P2-ге бөлгенде бізде 5 бөлінген 3-ке тең екен белгілі. Енді біз P2-ні білмейміз. Бұнда X деп алайық. Сонда бізге мынандай формула шығады. P1 бөлінген P2 тең 5 бөлінген 3 деп алайық. Және бұны біз мынандай формула шығады. X бөлінген X минус 40 тең 5 бөлінген 3-ке. Енді осы жерде біз пропорция құрайық. Пропорция құрғанда 5-ті біз X минус 40-қа, 3-ті X-қа көбейтеміз. Яғни бізде бұл жерде қалай болады? 5X минус 40 тең 3X-қа. 3X-ті енді біз теңдіктің сол жағына алып келеміз. Сонда 5X минус 3X. Бұл жерде бізде 40-ті 5-ке көбейткенде 200 болады. Енді тең минус 200-ді теңдіктің оң жағына өткізгенде бізде 200 деген санды береді. Енді 5X-тан 3X-ті алатын болсақ, бізде 2X тең 200. Енді бұл жерде X табатын болсақ, 200-ді бөлеміз 2-ге. Сонда X теңіміз бізде 100 болады екен. Бұл бізде X-ті таптық. Енді біз мына формулаға орнына апарып қояйық. P2 тең бізде X минус 40 болды ғой. Енді X-тің бізде жауабы белгілі, 100 алынған 40. Бізде тең болады 60-ға. 60 см. Сонда бізде P1-міз 100 см, P2-міз 60 см екенін біз таптық. Енді келесі V деңгейінің есептерін шығарайық. Келесідей бізде берілген, мысалға 194-ші есепті алсақ. Оқулықта берілген бұл есеп 194-ші есеп. Бізде А есебін алайық. Бұл жерде бізге айтады, екі ұқсас көпбұрыштың сәйкес қабырғаларының қатынасы 4-ке. Егер екінші көпбұрыштың ауданы 8 көбейтілген төбірасты 3 см болса, біріншісінің ауданын табыңдар дейді. Яғни бізде берілгені бізде тура осында неде алдыңғы есеп сияқты жасамыз. F1 F2 бұл n бұрыштар. Бұл жерде бізде F1-міз жуық мәні F2-ге.
Енді бұл жерде бізде A1, A2-ні берілген көпбұрыштардың сәйкес қабырғалар деп алатын болсақ, бұл жерде A1 бөлінген A2 алдында шығарған есептегі сияқты бұл жерде де формула қолданады. Бұл 4 сантиметрге тең. Және де S тең, бұл жерде 8 көбейтілген түбір асты 3 сантиметр квадратқа. Енді бұл жерде біз табу керекпіз S1-ді. Бұл жерде біз қалай табамыз? Яғни бізде белгілі A1 бөлінген A2 тең 4 сантиметр. Біз алдында жаңа есепте өткен сияқты, бұл жерде К коэффициенті, бұның жазудың қажеті жоқ. Сол сияқты бізде жазып қояйық, мейлі A1, A2 бізде К-ға тең. Енді бұл жерде S1 мен S2-ні табайық. S1, S2. Бұл жерде бізде К квадратты береді. Егер ашып жазатын болсақ, бізде A1 бөлінген A2-міз 4 сантиметр тең. Енді бізде 4-тің квадраты қанша тең болады? Бізде 16 сантиметр. Енді бұл жерде бізде S1-ді тауып болатын болсақ, бізге S1 белгісіз. S1-ді табайық. S1 тең 16, яғни S2-ге көбейтіледі. S2. Енді бұл жерде бізде S2 берілген, бұл жерде мәні бізде 8 көбейтілген түбір асты 3 см квадрат. Енді біз 16-ны көбейтеміз. 8-ге түбір асты 3 см квадрат. Енді 16-ны біз 8-ге көбейтетін болсақ, 128 көбейтілген 3 түбір асты 3 см квадрат. Бұл жерде біз S1-дің мәнін таптық, есептің жауабы табылды. Сендер осы есептерді жазып алсаңдар болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.